Men короче заттарды беріп шықтым енді. Мен ақшалар жатыр екен ғой. Қыздар что-там қалайсыңдар? Жақсы. Тамақ жеуге дайынсыңдар ма? Иә. Короче, бізде планандай достар. Біз қазір шықтық та, мен бір затты беріп шықтым. И бүгін, короче, үйде тамақ істемегенбіз ғой. И қыздарды қуантуға бір жерге тамаққа барып, тамақ ішіп қайтайын деп тұрмыз. Бұлардың бүгін желанияларын орындаймын. Құдай қаласа, я? Что-там такси шақырдың ба? Я жаңа шақырамыз. Иә. Осы бір комфорт плюс, либо бизнес класстан шақырайықшы. Осы алдын шақырған сайын өмірі Токлон, доктор, ма бірдеңелер келіп келеді. Нормальный такси, комфортный такси шақырайықшы. Қанша минут дейді? 5 минут. 5 минут па? Ей, нама? На бір машина келе жатыр ғой? Осы-ау деймше, я осы. Осы сияқты, давай отырыңдар тез-тез. Так, давай. Екеуің артына отырыңдар, мен алдына отырам, я? Иә. Ал, бисмилля. Мәмін отырыңдар ма? Иә. Саламыз ба. Ойбай. Ей, таксисіз ба? Таксисіз ба? Есен шыққат қалсында жүрген. Түріңіз не болған? Түріңіз не болған? Түріңіз не болыпты? Мен шыққанда... Ей, тоқтай тұрыңыз біз. Ой, қазір тез барамыз, мен тез айтайын. Біз ана неге шақырдық қой? Нені шақырдыңдар? Кәусарына байтұрсына рақтағы. Болды. Қазір қоспаны мен ешкім жемедім бүгін. Қалай ешкім жемеді? Бірінші заказым мен такси аппаратым, мен түнде шығам ғой, түнде шығам. Кімсіз? Таксистпін. Таксистпін? Не такси шақырғасын? Не такси шақырғасын? Жедім деп айтты қой. Что-то подозрительно. Нормально такси шақырғасын. Ой, наличный ма сіздерде или перевод па? Перевод ғой Каспийдан ғой. Болды. Тілді өзгертіп алатым. Жол қандай екен білесіз бе өзі? Иә, жолдашы асығысыздар ма сіздер? Асығыс болғанда нормально, қатты емес. Қатты емес, онда бір жерге кіріс жасау керек еді. Қандай бір жерге? Ей, ағай, не істесаңызшы, тұқай саңызшы? Заправкаға тұқай саңызшы? Біз басқа такси шақыра саламыз. Тәтті иіске отыр ма сендерге де? Тамақтың ба, иә? Пошли сөйткен ба? Жоқ, адамның иісі шығарғанда, иә, тәтті екен адамның иісі. Сонда бай адам ұнатамын ғой өзімше адам иісі. Қандай адам иісі? 300 жыл ма болды андай адамдардың иісі. Атыңыз кім вообще? 120 жыл? Ат. Сіз точно аламысыз ба? Атым есімде емес. Ағай, бізден жазыңыз, пожалуйста, я. Жоқ. Такси шақыра саламыз, я ағай. Бірақ, мынау өз көшемізбен жүріп жатыр, бірақ негіз по пути жүріп жатсыз ғой, я? Иә. Тез запаршыласаңызшы, я, пожалуйста. Біреу қалу керек, біреу қалады ғой, я, біреу маған ойбай, бәріңіз барасыздар ғой, біреу қалмай ма ешкім? Маған тамақ жеген бетінде ешқандай тамақтың ізі тұрған жоқ па, сүрткенем бірақ ше. Аузыңызда қан ба неме бәлен? Жоқ, варенье ғой мен. Варенье ғой? Бағана бір адамды өлтіріп, жоқ, бір адамды жеп қойған ғой, сол вареньесі бар екен, ой. Сіз точно дұрыс айтып жатсыз ба, что-то? Шай мен варенье ішкен ғой, сәл қалды. Сіздердің жастарыңыз қаншада? Жастарыңыз қаншада дегенде сол... Яғыла соны таксиге вообще ол сұрақ керек емес. Айшын сұрақ атында, может менімен жасты біреу бар ма деп атында, иә? Сізге әңгіме айтпақ қоясыз, пожалуйста. Қаншадасыздар? Кетіп алайықшы. Қаншадасыздар, жастарыңыз қаншадасыздар? Может жақсы шығар. Сестренкаларым кішкентай ғой. Сен қаншадасың? Не істейсіз оны? Айта салшы көрейік та, может мен де соншадан шығар. Қандай көшемен жүріп жатсыз қазір? Білесіз ба? Мен сізден жасыңыз сұрадым. Сіздің ана Яндекс бүйтіп қосып тұратын неңізде жоқ екен, иә? Мен картам бәрін білемін, мен бұяқта жүргенде 8 жыл болды. Бұл қалада жүргенде. 8 жыл? Сіз қаншадасыз? Қанша жыл болды бұяқта жүргеніне? 20 жыл болды. Шымкентте жүргеніме. Жақында көшіп келдіңіз ба? Жақында көшіп келіпсіз да, иә? 20-да, сіздер адамсыздар ғой, иә, ой, сіздер. Ой, сіз не айтып жатсыз өзі? Түк түсінсем деймін ба? Адамсыз ба? Біздікілер 3000 жыл өмір сүреді ғой, просто. Сіз хабаратсыз өзі? Мынау қандай көше? Яп, светтер жоқ. Мынау қандай көше өзі? Тым көрінбейді ғой. Қазір сәл күте тұрыңыздар, иә, ата. Әпше басқа такси шақырасың ба?
Болды басқа такси келмейді. Түнде мен ақ істеймін ғой, мен просто күніге қарным ашады ғой, кешке қарай тамақ жеу үшін мен такси істеймін да, короче. Ой, мен түрім қорқынышты емес қой. Нормально ғой. Кәдімгі адам сияқты. Қорқынышты емес. Қан емес, варенье кетпей жатыр, білмеймін. Бұл варенье тұрған көзіңнің асты не үшін қап-қара? Бұл басында нормально еді, бұл 100 жыл болып қалды өйстіп жүргенмен ше. Көп қан ішкеннен шығар. Ой, көп су ішкеннен шығар. Су ішкен адам освежиться ету керек қой. Қан іштім ба, есімде емес, су шаластырып алды. Қызыл не еді, қан ба еді, су ма еді? Сіз жүзде біртүрлі әңгімелер айтасыз ше. Сіз андай емессіз ба? Вампир емессіз ба? Қандай жерде? Вампирмін. Бірақ таксист вампирмін ғой, мен деспеймін ешкімге. Қалай сіз таксист вампирсіз? Қай келдік? Бұл жер емес еді ғой, біз қандай жақтан бұрылатын еді ғой. Жоқ, мен сіздерді апармайтын болып шештім, мен қарным ашады. Тамақ жеп аламын, кейін басқа адамдарды апарамын, сіздерді тамақ жеу керек болды ма? Қарным жаман ашады. Біз тамақ жеу үшін шықтық қой. Мен де қарным ашады ғой, сол сияқты сіз тамақ қалып, енді тамақ алып Құмаңыз, қазір сізге жауап жазып жіберемін. жазып жүреміз мен, зато 3 адаммен тамақ жеп аламын. Ей, сіздерден кейін тағы тамақ жеп. Бәріктіңіз кішкентай екенсіздер да, арық екенсіздер да, маған қабақтығылар керек еді де, тамағым тойып қалатын. Сіздер сүйегі екенсіздер ғой, сіздер. Қар тоя ма, тоймай ма? Қандай қатысы бар? Бізді жегіңіз келіп тұр ма не? Иә, қазір тамақ қарным ашып жатыр, жеп аласың. Түрлі бір жерге келдік. Ошақ менің үйім. Мен сіздерді мен түсін. Сіздер қанша килограмм шығасыздар сіздер екеуіңіз? Мен күніне 200 литр адам жеу, 200 килограмм адам жеу керекпін ше. Сіз қанша килограммсыз? Есің ұқтап қойсайды. Ол қолданбайды ол жан. Ашсаң ашылып кетеді сен жақ главный ол. Ой, ашылмайды ол бәрібір. Сіз қанша килограммсыз? Айтсаңыздаршы, мен қазір Сізге құлтап қойды. онда қазір жеп бастаймын мен қазір. Бес құлтап қойды, ашыңызшы. Біз қайтайықшы үйге. Сендер түсінбей жатсыңдар мен. Өздерің қарындарың ашық қой, менің де сөйтіп қарным ашық қой. Мен сұрақ қойып жатырмын. Қазір мен полициямен ар жазам. Мен сұрақ қойып жатырмын. Қанша килосың? Мақыл жіберем. Қанша кило екендерін айтыңдар. Қанша килосың? Сенше? Сенше? 40, 30, 70 болады. 120 кило ма не үшеуің? Өме сендерден кейін тағы да адамдар жинап несеу, тоймай қалады. Сендер мен түсініңіздер. Болды. Қорқпаңдар. Қорқпаңдар. Мен орны болғанда сіздер не істейтін едіңіздер мысалға да? Мақыл. Екі выбор істеп берейін сіздерге. Екеуін біреуін таңдаңыздар. Жоқ, басқа адамдар топ түріне именно біз әжей тамақ жеуге шықтық. Ой, мені да өйстіп кезінде 1120 жылдар ма бір адам жылқымен әкетіп қалған. Мен 1120 жыл ма өйстіп сендер сияқты жүргем, қарным ашып, бір адам атпен келіп әкеткен ғой мені. Сол кезде айтты да, либо сен жеймін, либо сен де вампир боласың деген. Мен вампир болсам деген ғой. 1120 жыл бір Біз оған қандай қатысымыз бар? кеше емес алдың күні де. Бізді жіберіңізші. Мүмкін емес ол. Қазір 21-ші ғасырға қандай вампир қуасыз ба? Ой, мен біз сияқтылар азған, просто мен күндіз шығамаймын да. Таксовать етуге ше, күндіз күн шықса жанып кетемін ғой мен. Сол үшін түнде ғана шығамын да. Енді қараңыздар, енді сіздерге сөйткен сәлсіз жаным ашып отыр. Қазір сіздер жеп қоя салайын ба, или сіздерді вампир қылайын ба? Ұзақ өмір сүресіздер зато. Қайда, қандай вампир? Бірақ күндіз подвалдарда ұйықтаңыздар да, свет жанбайтын жерде ше. Не айтасыз өзі? Жіберіңізші, пожалуйста. Басқа адамдар толып тұр ғой. Вампир болғанның ешқандай минусы жоқ. Кешке просто 200 килограмм адамның етін жеу керек та. Содан кейін нормально болып қаласыңдар. Қарсымас мен тұрмын. Негізі 2 адам 100 килолық дөуді ғой, 2 адам деймін ғой. Сендер что-то үшеу неғып 100-ден зорға асып тұрсыңдар. Қорқпаңдар, мен анау вампир болсаңдар ше, тек мынандай бір зат бар да, короче, осы андай уксустың суы, короче, осын сепсе, андай
не істеп қаласың андай ашиды короче. Осылардан абайлап жүрсеңдер болды. И күннің астына түспеңдер, и чесок жемесеңдер болды, мәңгі өмір сүресіздер. Мысалға қазір мың Мен сізге онда? жоқ ой ойнап айтадым, жоқ ой. Жоқ болып кетесіз ба сонда? Жоқ болып кетпеймін, просто қатты ауырады да маған ше. Әке, Lan есінше бір кеп қалса таңсүйіп. Такси келді ма? Я шақыратын. Кеп қолдан алшы. Адамlar жоқ. Үй жақтан секіре алмаймыз. Жоқ, керек емес. Керек емес.